Өткен жолы мен комиссия мүшесі ретінде Конституцияның діннің мемлекеттен бөлінген тікелей бекітуді ұсынған болатын. Бұл тек менің жеке пікірім емес, бүкіл жағдай осы мәселе бойынша мемлекеттің ұстанымын нақты әрі айқын бекітудің өзектілігін көрсетіп отыр. Менің ұсынысым сіздермен бірге талқыланған жобаға енгізілді. Алайда оның мазмұнын нақтылай түсу маңызды деп санаймын. Осыған байланысты Қазақстан аумағындағы діни ұйымдардың қызметін заңға сәйкес жүзеге асырылатынын және конституциялық құрылыстың негіздерін қорғау, ұлттық қауіпсіздік қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен қоғамның рухани адамгершілік құндылықтарын қорғау мақсатында заңмен шектелуі мүмкін екенін қосымша бекіту ұсынамын. Мұндай толықтыру аталған бастаманың мәнін ашып, оның нақты жүзеге асырылуын айқындайды. Сонымен қатар, жекелеген ережелерді қосымша пысықтаудың жалғастырудың маңызды деп санаймын. Атап айтқанда, адвокатураның мәртебесіне қатысты нормалар әлі де нақтылауды қажет етеді. Тұжырымдар барынша салмақты әрі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету міндеттеріне толық сәйкес болу үшін бұл нормаларды одан әрі жетілдіру қажет деп санаймыз. Жалпы алғанда комиссияның дұрыс бағытта жұмыс істеп келе жатқанына атап өткім келеді.